Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін керемет рулет жасаудың рецептісімен бөлісем сіздермен. Ол үшін мендегі жаңағы тауықтың төс еті осылай жіңішке етіп бөліп аламын. Тауықтың еті болмаса, бұл рулетті сиырдың етінен, қойдың етінен де жасай беруге болады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Осылай жұқа етіп бөліп кесіп аламын да, тұздап дәміне қарай. Тұз, қарабұрыш, дәмдеуіш, мендегі хмели сунели. Егер де хмели сунели дәмдеуішін ұнатпасаңыз, өзіңізге ұнайтын бір дәмдеуішті қоссаңыз болады. Және үстіне паприка сеуіп, осылай әдемелеп барлық жеріне жағып шығамын. Егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Және де менің каналымдағы күнделікті шығатын дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Енді етімді бетін целлофановый мешокпен не болмаса пищевой пленкамен жауып, шетке қойып қоямын. Сосын ішіндегі салмасын жасайтын болам. Ол үшін 2 бөлік чеснок, көкшөп, мендегі петрушка, 100 грамм ірімшік, 2 ас қасық майонез қосып, жаңағы дайындап алған етіме жұп-жұқа етіп, осы арасына начинкасын салып, рулет етіп ораймын. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте керемет, дәмді болып шығады. Бүкіл етімді осылай рулет етіп орап дайындап аламын. Сосын енді мына ораған жері ашылып кетпес үшін зубочисткамен осылай бекітіп қойсаңыз болады. Енді менде осындай 6 рулет шықты. Енді осы рулетімді қуырып дайындайтын боламын. Ол үшін табаға 100 грамм сары майды ерітіп алып, рулеттерімді ішіне салып, жақсылап тұрып, орташа отта бүкіл жағын қуырып аламын. Астын, үстін, жан жағын, барлық жағын жақсылап қуырып алам. Кішкене қуырылып болған соң, зубочистканы алып тастасаңыз болады. Осылай алып тастап, еттеріңіз, рулеттеріңіз ашылып кетпейді, ешқандай уайымдамаңыз. Сосын 2 ас қасық майонез саламын. 150 грамм су құйып, баяу отта 15 минут қайнатып пісіріп аламын. Қыздар, менікі тауықтың еті болғандықтан тез дайын болады. Егерде сіздегі жаңағы сиырдың еті, қойдың еті болса, 40 минут баяу отта пісіріп аласыз. Және егер су азайып барса, кішкене су құйып, солай пісіріп алуға болады. Үстіне паприка себемін. Бетін жауып, 15 минут пісіріп аламын. Мінеки, менің рулеттерім пісті, қыздар, уже. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте керемет. Енді мен гарниріне макарон пісірдім. Гарнирін енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша кез келген нәрседен жасасаңыз болады. Картоптан, гречка, күріш. Және жанына рулеттерімді қойып, соусынан құйып, әдемелеп осылай дастарханға қойсаңыз болады. Мінеки, керемет, өте дәмді. Каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.